Нәпсіңді тыюға тырысу өзің үшін қауіпті. Сондықтан нәпсіні тыймау керек, нәпсіні басқарып үйрену керек. Мысалы, қоғамда алқаш деп аталатын адамдар бар. Ішімдікке әуестігі патологиялық ауруға айналып кеткен. Анда-санда ішіп тұратын адамды айтып отқан жоқпын, ішпесе денесі сырқырап ауыратын адамды айтып отырмын. Діни тұрғыда бір мысал келтірейін. Мысалы, сондай алқаш адамға бір адам келіп уағыз айтты. Яғни алқаш болып дүниеден өтсең, мәңгі тозақта күйесің деп қорқытты. Ол адам қорыққаннан намаз бастайды, арағын тыяды. Бірақ от өшкен жоқ. Ол сол оттың үстіне дін деп аталатын қақпақты қоя салды. Яғни сол отты қақпақпен жаба салды. Ол от ертеме кешпе денсаулығы арқылы немесе тағдыры арқылы жарып шығады. Сондықтан ешқандай қақпақ қоймауымыз керек. Ол оттың лау-лау ошағын тауып өшіру керек. Алкогольге тым құмарлық психосоматикалық жағдай. Яғни алкогольге қандай психологиялық өміріндегі жағдайы алып келді. Соны анықтап, соны сол адаммен бірге емдеу керек. Оның әрине өз тәсілдері бар. Сонда ғана от өшеді. Ол адам ешқандай қорқынышта болмайды, яғни қорқыныш пен күмәннен шығады. Нағыз өзінің потенциалын жүзеге асырады. Себебі алкогольге тым әуесі бар адамдардың потенциалы мықты. Сол потенциалды қолданбағаннан кейін осы өмірден безеді. Енді осы әдіс нәпсіні басқарудың әдісі болып есептеледі. Міне басқару деген не нәрсе? Және бұл жағдайда тек алкогольге емес, темекі, тым асыра әйел құмарлық, тағысындағы. Осының барлығын психосоматикалық тәсілдермен емдеуге болады. Нәпсіні басқару деген осы.